Hi everyone, welcome to my channel. This lesson is about the present simple. I'm going to show you how to form a present simple and when to use a present simple. Let's learn it. Сәлем баршаңызға, бүгін біз сіздермен ағылшын тіліндегі негізгі шақтардың бірі present simple шағында танысамыз. Present simple шағы бұл күнделікті қайталанып, істелініп отыратын іс-әрекетті білдіреді. Яғни адамның дағдыға айналған амал іс-әрекетін айтқан кезде қолданылады. Мысал үшін, Anna works in a shop. Анна дүкенде жұмыс жасайды. Немесе I work in a bank. Мен банкте жұмыс жасаймын. Екінші жағдайда жалпыға мәлім ақиқат шындық айтқан кезде қолданылады. Мысал үшін, the sun rises in the east. Күн шығыстан шығады. Яғни, ол белгілі баршамызға, иә. Forms of present simple: subject plus verb plus object. Present simple шағының негізгі жасалу формасы затесімнен кейін міндетті түрде етістік келеді. Етістіктен кейін арғарап сөйлемімізді құрай береміз. Мысал үшін, we live in Almaty. She gets up at 8 o'clock every day. Енді бірінші және екінші затесімнен кейін етістік өз қалпында келеді. Ал үшінші затесімнен кейін, яғни he, she, иттен кейін етістікке біз s жалғауын жалғаймыз. Мысалы, I drive, you drive, they drive, she goes, he goes, he drives. Етістікке s жалғауын жалғаймыз. Енді present simple шағының негізгі көмекші етістігі do, does көмекші етістігі. We use do, does to make questions and a negative sentence. Біз do, does көмекші етістіктерін сұраулы және де болымсыз сөйлемдер құрастырғанда қолданамыз. Мысал үшін, жаңағыдай айтқандаймыздай, бірінші және екінші жақ затесіміне do көмекші етістігі қолданылады, ал үшінші жақ затесімге, яғни he, she, итке does көмекші етістігі қолданылады. Мысал үшін, болымсыз сөйлемде I don't work. Мен жұмыс жасамаймын. You don't go. Сен бармайсың. She doesn't work. Ол жұмыс жасамайды. He doesn't sleep. Ол ұйықтамайды деген сияқты. Енді мына жерге назар аударайық. Болымсыз және сұраулы сөйлемдерде үшінші жақ затесімдерінен кейін етістікке біз ешқандай s, es жалғауын жалғамаймыз. Өйткені біз does көмекші етістігін қолданып отырмыз. Ал енді сұраулы сөйлем құрастыратын болсақ, do I work? Мен жұмыс істеймін бе? Do you work? Сен жұмыс істейсің бе? Do you go to school? Сен мектепке барасың ба? Яғни бұл жерде do көмекші етістігін біз бастауыштың алдына, яғни бірінші сөйлемнің біріншісіне қойып тұрмыз, иә. Does it sleep? Does she come? Ол ұйықтайды ма? Немесе ол келеді ма? Жаңа айтқанымыздай, he, she, иттен кейін сұраулы және болымсыз сөйлемдерге етістіктен соң ешқандай es жалғауы жалғанбайды, себебі does көмекші етістігі қойылып тұр. Бұл жерде де does көмекші етістігі he, she, иттің алдына шығады сұраулы сөйлем құрастырған кезде. Мысалы, excuse me, do you speak English? Кешіріңіз, сіз ағылшынша сөйлейсіз бе? Ал үшінші жақта does he speak English? Ол ағылшынша сөйлейді ме? Ал енді present simple шағының мезгіл үстеулеріне тоқталатын болсақ, every day, usually, often, on Mondays, every week, every month. For example, children usually like ice cream. Балалар әдетте балмұздақты жақсы көреді. We often play tennis. Біз жиі теннис ойнаймыз. He plays music on Sundays. Ол жексенбі күндері музыка ойнайды. Ал енді достар, бүгінгі present simple шағы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Каналымызға жазылып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.